Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен ұйғыр самсасын жасайтын боламыз. Қамыры үгілмелі және қатпарлы болып шығады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ және қамыры қатпарлы, песочный болып, әдем болып шығады. Ең алдымен бісмиллах деп қамырынан бастаймыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға салқын сармайды салып, үткіштен өткізіп аламыз. Видеода көрсетілгендей сармайымызды ұнға малып отырып, үткіштен өткіземіз. Сармайымызды үткіштен өткізіп алдық, енді ұнмен жақсылап араластырамыз. Ұн мен майымызды жақсылап араластырып алдық. Дәл осындай болу керек. Енді сұйық массасын дайындайтын боламыз. Қаймақтың үстіне тұз және жұмыртқаны салып, тұз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды жаңағы дайындап қойған ұнның үстіне кішкене қамыр қопсытқыш салып, жақсылап араластырып, сонан соң жаңағы дайын болған массамызды құйып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырға қатты күш салмаймыз, жай ғана біріктіріп алсақ жеткілікті. Дәл осылай қамырларымыз біріге бастағанда мен сияқты столдың үстіне қойып, дәл осылай біріктіріп отырып илеп алсаңыздар болады. Қатты күш салып илеп жібермеңіздер, ол кезде қамырымыз біздің слоеный болмай қалады, қатпарлы қамыр шықпай қалады бізден. Сондықтан жай ғана осылай біріктіріп алсаңыздар жеткілікті. Осындай бізде жұп-жұмсақ, жұмыс істеуге ыңғайлы қамыр шығады. Енді осы дайын болған қамырыңызды, егер сіздерде уақыт болып жатса, холодильникке жарты сағатқа қойып алсаңыздар болады. Менде қамыр әлі қатып тұр, сондықтан бірденен жұмыс жасап кеттім. Енді осы дайын болған қамырларымызды 40 граммнан осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз барлығын. Мен барлығын бөліктерге бөліп дайындап алдым. Енді осы дайындап алған қамырларымызды ыдысқа барлығын салып, холодильникке қойып қоямыз. Біз оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен алдын ала барлығын ұсақтап турап алдым. Ұсақтап туралған пияз және етті мен қолдан турадым, кішкене ішмай қостым. Бірінші тұз бен бұрышты салып, жақсылап араластырып алдым, мұжып тұрып. Сонан соң өз қалауларыңыз бойынша мен сияқты асқабақ қосып жіберсеңіздер болады. Соңынан асқабақты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді жаңағы холодильникке алып қойған қамырымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз жұмыс жасауға өте ыңғайлы, өте әдемі қамыр болып шықты. Енді осы қамырымызды қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Мінекей дәл осындай жұқалықта жайып аламыз. Сонан соң үлкен қасықпен бір қасық салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп, айналасын жақсылап жабыстырып шығамыз. Самсамыздың шеттерін жақсылап жабыстырып алған соң, өзіңізге ыңғайлы болған екі шетінің бірінің шетінен ұстап, дәл осылай ішке қарап бұрап кете бересіздер. Сонда әдем болып өріліп шығады. Самсаларымыздың барлығын осы тәсілмен жасап шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін бірнешеуін жасап көрсеттім. Асықпай сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Достар, егер де менің видеоларым сіздерге қызықты болып жатса, міндетті түрде каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюларыңызды өтініп сұраймын. Мен бұдан да басқа көптеген видео рецепттерді салып отыратын боламын. Сіздерге салған видеоларым бірінші болып көріну үшін міндетті түрде қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Мінекей самсаларымыздың барлығын әп-әдемі етіп түйіп алдық. Енді бетіне жұмыртқасын жағып, өз қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз.
Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай самсамыз дайын болды. Өте сап-сары, әп-әдемі болып шықты. Әсіресе қонақ дастархандарыңызға тездетіп жасап осыны қойсаңыздар өте әдемі болып көрінеді. Және де тез дайын болатын самсалардың бірі. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Бұдан да көптеген видео рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.